Адамзаттың ең үлкен құндылығы. Ол біздің өзара түсінісіп, ойымызды білдіруімізге, сезімдерімізді жеткізуге мүмкіндік береді. Тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар адамның дүние танымын, мәдениетін, танымын білдіретін құрал. Ал тіл мамандарының басты мақсаты оқушыларды жаңа сөздерге ұғындыру арқылы тілдік жаңашылдықтармен таныстыру, оларды дұрыс және тиімді қолдануды үйрету. Осы мақсатқа сай жобамның тақырыбы да жаңа сөздер әлеміне саяхат деп аталады. Жаңа сөздер әлеміне саяхатты жаңа сөздер тақтасы әдісі арқылы жасадым. Жобамның өзектілігі ұлттық нақыштағы жаңа сөздер тақтасын қолдана отырып тілді үйрету. Жобамның мақсаты оқушыларды жаңа сөздермен таныстыру арқылы тілдегі жаңашылдықтармен таныстырып, оларды дұрыс әрі тиімді пайдалану әдістерін үйрету. Осы мақсатқа сай менің алдымда мынадай міндеттер тұрды. Балалардың жаңа сөздерді өмірде қолдануына жағдай жасау. Балалар арасында тілдік мәдениет пен сөздік қорды кеңейтуді насихаттау. Балаларға жаңа сөздерді тек теориялық тұрғыда емес, күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік беру. Яғни, оларды сөздерді нақты жағдайларда қолдануға үйрету. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқу процесінде түрлі жаттығулар мен әрекеттер ұйымдастырылып, балалардың сөздерді өмірдегі нақты ситуацияларда қолдануына, дағдыларын дамытуға жағдай жасалуы тиіс. Қорытындылай келе, әрбір мұғалім өз сабағын қызықты, тартымды етіп өткізсе, бұл оқушыларға үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. 45 минут сабақты оқушыға пайдалы болатындай етіп өткізу әр мұғалімнің шеберлігінде деп білемін.